Армысыз ағайын. Бүгін біз әңгімемізді жалғастыра береміз вирус туралы. Ең алдымен кім осы ауруға бейім, соны қарастырайық. Ең алдымен аурушаң, әлжуаз адамдар түседі осының қармағына вирустың. Диабетчиктер, жүрек ауруына шалдыққандар, ракпен ауырғандар, инсультниктер, сол сияқты көп қозғалмайтын адамдар, май басып кеткен, артық салмағы бар адамдар бейім болады. Кішкене үрейге бейім, қорқақтау адамдар солар бейім болады. Бірінші кезекте солар тұр ауруға шалдығу жөнінен. Неғұрлым адам моральдық жағынан да, психологиялық жағынан да, физикалық жағынан да мықты, соғұрлым ол бейім болмайды ауруға. Сондықтан өздеріңізді түзеулеріңіз керек. Таза ауада көбірек болу керек. Таза ауа керек. Парк, скверлар барлар, сонда барыңыздар, жағалауға барыңыздар, айдалаға шығыңыздар, машина жоқ, сондай адам жоқ жерде шығып, кішкене таза ауада болыңыздар. Міндетті түрде жаттығу жасау емес, бірақ әйтеуір сол таза ауада жүрсең де, соның өзі жақсы. Кондиционердің астында жатып алғаннан гөрі далада жүріп, таза ауада демалып, көбірек жүрген жақсы болады. Сондықтан ол жағын қарау керек. Дәріге көп нете бермеңіздер, алаңдай бермеңіздер. Дәрі дәрмекпен шешілмейді, әсіресе соның ішінде антибиотикпен. Антибиотик деген ол бүкіл иммунитеттің бәрін құртады. Сондықтан антибиотик керек емес. Табиғи жолмен түзеу керек. Және неше түрлі қазір айтып жатыр. Әртүрлі май дейді, анау дейді, мынау дейді. Оның бәрі білмеймін, енді айта алмаймын. Керек па, керегі жоқ па, өздеріңіз шешесіздер. Бірақ ең біріншіден қан айналдыру керек, таза ауа керек, өкпені ашу керек. Сондай жұмыстар керек. Өкпені ашып, сосын келесі кезекте моральды, психологиялық жағынан өте мығым болу керек, қорықпау керек, үрейге берілмеу керек. Қалай болғанда да бәріне тимейді ол ауру. Әлсіздерді жұтайды. Ол өмір заңы сондай. Соғыста да ең алдымен тәжірибесіз, бірінші рет шайқасқа қатысып жатқандар бірінші кетеді. Бірінші шайқастан аман шыққан адам ары қарай оны өлтіру уже қиын болады. Ол тәжірибе жинап, біртіндеп неғұрлым көп қатысады, соғұрлым көп тәжірибелі болады. Ондай адамдарды өлтіру қиын болады. Сол сияқты өмірде де солай. Әлжуаз, әлсіз адамдарды ауру алады, мықты адамдарды алмайды. Оны алу қиын болады. Бұл өмір заңы сондай. Сондықтан мықты болу керек. Моральды, психологиялық жағынан да мықты болу керек. Рухың мықты болу керек. Және екіншіден денсаулығың мықты болу керек. Өкпені ашып, демалу нелерін, жаттығуларын жасап көбірек таза ауада болу керек. Көбірек табиғи жағдайда көбірек болу керек. Энергияңды көп жұмсама. Ұрыс керіс, өкпе, сондайға энергияны жұмса керек емес. Кішкене бір қалыпты ойыңды бір бағытта ұстап, солай отыру керек. Сабырлық сақтап, не болса соған энергияңды құртпай, сондай өзін күтіну керек. Энергия бәрін алып кетеді. Әрбір эмоция энергия алады, әрбір тамақ ішкен энергияны алады, әрбір қорыққан, әрбір сондай эмоциялардың бәрі энергияңды сен жалмап жұтып қояды да, ауруға сен бейім тұрасың. Неғұрлым сен әлсіз боласың, соғұрлым сен ауруға бейім болып, вирус сені алып кетеді. Сондықтан бұл вирустарда бұл табиғи нәрсе, бұл өте ақылды, өте сондай. Олар жақсы жұмыс істейді. Сондықтан бәрі өзімізге байланысты. Сырттан көмек күтпеңіздер. Өздеріңізді өзіңіз күтіңіздер. Өкпені ашу керек, таза ауа керек, көбірек қозғалу керек, қан жақсы айналу керек, жаттығулар жасау керек ол үшін. Денсаулығың мықты болу керек. Тамаққа көп ұмтылай бермеңіздер. Тамақ ішіп тек жатып алып керек емес сондай. Тамақты азырақ ішіңіздер. Басқаларды сынамаңыздар, басқаларды айыптамаңыздар ешкімді. Өздеріңізге қараңыздар. Өздеріңіз денсаулықтарыңызды күтіңдер. Басқаларда керек жоқ, басқаға қарап. Өз денсаулығыңыз, өз өміріңіз, өз қолдарыңызда. Соны түсіну керек. Содан
соны түсінген кезде сен қимылдай бастайсың, басқаша ойлай бастайсың. Соны қадағалау керек, соған басты назар аудару керек. Өз қолымызда бүкіл денсаулығымыз. Тіпті ауру тигеннің өзіне де қорықпаңыздар, үрейге берілмеңіздер, шеше беріңіздер өздеріңіз. Табиғи жолмен антибиотиктер керек емес, врачтарға барып көп керек емес. Денсаулықты аш, өкпені аш, кеудеңмен жұмыс істе. Өкпе жақсы ашылып, жақсы жұмыс істесе, вирустарда тие алмайды, оны әлі жетпейді олардың. Қорықпау керек. Ең басты мәселе сол, қорықпау керек. Бәрі өлмейді. Концлагерьдің өзінде де қанша адам қырылғанның өзінде де одан да көп адам бәрібір тірі қалды. Қанша не болса, қандай жағдайда да бәрібір де қырылмайды. Адамдар ең бірінші кететіндер әлжуаз адамдар кетеді. Рухы жоқ, не болса соған үнжұрғасы түсіп кететін, қорқа беретін, не болса содан үрейге беріліп, шошып, өзінен өзі жеңілетін, әлі шайқас бітпей тұрып жеңілетін адамдар кетеді бірінші. Әлжуаз адамдар кетеді. Сондықтан мықты болыңыздар, бекем болыңыздар, рухтарың мықты болсын. Өмірге деген құлшыныс мықты болу керек. Біреуге сенбеңіздер, өздеріңізге сеніңіздер, өз күштеріңізге. Құдай ешкімге көмектеспейді. Саған көмектесем, саған көмектеспейін деген ондай жоқ. Құдай бізге өмір берді. Қалай оны қолданасың? Сенің қолыңда. Әркімнің артында жүрмейді ешкім. Сондықтан өздеріңіз күтулеріңіз керек, өздеріңізді бағуларыңыз керек. Өз қолдарыңызда бәрі. Қорқпаңыздар ештеңеден. Баса беріңіздер алға. Рахмет. Келесі кездескенше.